Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен жергілікті мәслихаттардың сайлауына да санаулы күн қалды. Бұған дейін аталған саяси науқанға бұрынғы халық қалаулыларының ат қосып бағы мен бабын сынап жатқандарын жазған едік. Солардың бірі Шымкент қаласы мәслихатының экс-депутаты Ләзиз Сүлейманов. Жергілікті тұрғындардың Ләзиз Низамханұлы турасындағы пікірі қандай? Өздері айтсын. Оны сайрам халыққа пайдасы көп болды. Ләзиз Сүлеймен депутатын танимыз. Оны ішлеген жұмыстарды мәне сонны не қылып 10 жылға без әренде без неше беріп қойды. Сайрамда қанша көшелерні освещениелер істеді. Мысалы үшін Ибрагим Ата көшесі, Әл-Фараби көшесі, Әмір Темір көшесі уже түгел свет жанып жатыр. Асфальттар төседі, Гагарин көшесіне, бұяқты көшелер көп, көпісінің аты есінде жоқ қазір. Ол деген ана бір колледж бар. Соғанда полны жардам беріп, соны полны істеп бітірді. Оны депутаттық кезінде істеп атқан сайрам халқыға несі көп болып жатыр. Келешекте ойлаймыз ki, тағы да депутат болса, су мәселесі тағы да бітмеген свет мәселе, газ мәселесін бәрін бітір беремін деп уәде беріп жатыр. О берген уәделерін бәрін орындап жатыр. Мына қалаға қосылғанымызға 14 жылдан бері қосылдық. Біз қазір таңда қала тұрғыны болып есептенеміз. Қазіргі таңда мына сайлау болудан хабарымыз бар. Қазір үміткерлер шығып жатыр. Біз осы сайрам тұрғын алабыдан Сүлеймен Ләзиз Низамханұлыдан біз хабарымыз бар. Алдыңғы сайлауда да көп жұмыстар атқарды ол. Мен ол қасында жүріп көп жиналыстарда болдым. Халықпен кездесу өткізді. Пандемия кезінде де ол халықпен кездесіп, халықтың неге мұқтаж екендігін бәрін анықтап, осы 2 жылында астам сайлауда депутат болып істегенде, сол кенде бір 20 жақын көшелерін асфальттау бюджеттің есебіден как депутат қойып, асфальттан да соны 20-дан біреуі қазір қалды. Ол ендігі 25 жылға шейін толық сайрамдардың көшелерін бәрін асфальттап береміз деген халық кездесуде жиналыста айтқан сөзі бар. Онdan тасқары ол өз есебіден мына больницамыз, участковый больница бар, орталықта, сайрам орталығында қазір қалаға кірген, соны площадьтың бәрін асфальт істеп берді өзінің есебіден. Канализациясын күрделі ремонттап берді, септик қазып берді, скважиналарын жөндеп берді оның өзінің есебіден. Мына бізде ауыз су бар, сайрам су, производство кооператив сайрам су бар еді. Ол енді бастығы қайтыс болып кеткеннен кейін, ол қарайдыған адам болмаған екен, олар сатып жіберді. Соны алып, қазір сөреге жұмысшыларын қойып, сайрамда тұрғын алабыға тиісті мына ауыз су мәселелерін бәрін ремонттап, скважиналар қазып, насостар, күйген насостарын өз есебінен ауыстырып бергенді хабарымыз бар. Одан тасқары мына сон, қазір тұрған орталық сон. 20 жыл 18 февралда біз қалаға кетіп қаладыған еді, сон. Жерде орталықта біз өндіріс кооператив дворец культурасынан бір безвозмездие берген 300 квадрат метрге сон бар еді. Соны сон 20 жыл 18 февралда қала оны мусоросвалка дейміз, қайтпас таманға көшіп кетедіген болған екен 50-60 мың халық бар. Сайрам тұрғын алабада 50 мың, Өтемеш Шапараста 10 мың, орталықта общий 60 мың халыққа қызмет көрсету орталық еді. Оны кетедіген біз хабарын беріп, сол сонны алып қалуға көмектесті. Міне қазір 429 квадрат метр осы сон төңгерегі, соны біз ұсыныс жасадық, оны папасымен бірге қосылып, өздеріне садик салады бас, сонымен болды, бірау сөзіңіздер сіздеріне халыққа қызмет көрсету орталығы халыққа керек деп, соны полный күрделі ремонттап, қазір міне сон 2009-дан бері сайрамдан істеп жатыр. Сон 20 жыл осы жерге келді, аяқ театрда отырар, театр күрделі ремонт болдыған екен, көшіп неғып болды. Безвозмездие берген, текін сонымыз халыққа қызмет көрсету бәрі келіп осы жердің пенсия басқаларын оформить етіп жатыр. Сайрам су мекемесі жұмыс істегенде 15 жылша болып қалды. Сол мекемеге келгенде Союз кезінде еді. Союз кезі емес, лекен сонда біздің бастықтар Бақтияреке еді. Бақтияреке сонымен келген бір Ленатлы колхоздан сол Бақтияреке алған. Сол кезінде лицензия түгеген соң, сол баяғы еткен біздің депутат Ләзиз Сүлейманов алды. Ләзиз Сүлейманов алған кезінде бізде 8 скважина бар.
сол скважинаның ішінде барлық көптеріні, капитан ғимарат шеттерін орап, халыққа жақсы істеп жатыр. Бұл Ләззат Сулайман хақында көп жақсылар айтса болады, халыққа жақсылық қылатын әдемі жігіт. Тағы не айтуыңыз мүмкін отырау? Мына су бұл мекеменің жұмыс істегенге суны сайрамға су беріп жатқан кезінде Союз кезінде 50 жылдан асып кетті. 50 жылдан асып кетті. Сондан кейін бұл су сайрам сол кезде 3000 ханадан болса, қазір 5000-ден асып кетті. Ханаданда соларға су жеткізу өте қиын болып жатыр. Лекін сол бәрі қиыншылыққа қарамай, Ләзіз көпшілікке жардам беріп, аспан су тегелерін, тұрбадан су шығып жатыр, су кетіп жатыр. Соларны жөндеу жұмыстарға өз көмегін көрсетіп жатыр, ақшалай көмегін көрсетіп жатыр. Сол мекемелерге шығып, сол асфальттарын бұздырып, соларын жөндеуге үлкен жардам берді. Біз не дейміз? Сол жігітті мақтаймыз. Тағы да сол жігіт депутат болса дейміз. Сарым халқыға қызмет көрсететін бір әдемі жігіттердің бірі. Қош делік, жергілікті тұрғындардың пікірінше бұрынғы халық қалаулысының тындырған тірлігі көп. Әлеумет алдағы сайлауда дауыс беретіндерін айтуда. Көп қолдаған азамат мандат алса, міндетін абыроймен атқаратынына сенеміз. Әйткенмен алдағы күннің жай жапсары уақыттың еншісінде.